Қызым асығыс тұрмыс құрды. Өзім 24 жасымда тұрмысқа шығып, барлығында көріп үлгердім. Тұрмысқа шығуға асығатын қыздарға ақылым болсын, ешқашан ештеңеден құр қалмайсыңдар дегім келеді. Оқу да оқыдым, аналық бақытты да сезіндім, жұбайлық өмірдің сан қилы асуларынан өттім. Керемет келін болып, барлығын бірден біліп бардым демесем де, уақыт өте келе ата-енемнің, қайнаға абысындарымның көңілінен шығып, барлығына үйрендім. Ал жастай тұрмысқа шығып, ана атанып жатқан қыздар әрине қиналады. 24 жасымда тұрмысқа шықсам да, балалығымнан әлі де айырыла қоймағанымды ұқтым. Үлкен әулетке келін болып түскен кезімде, алғашқы жылдары әжептәуір қиналдым. Сол кезде өзімді болдым толдым деп ойлағанмын ғой, бірақ отбасылық өмір деген оңай емес. Шүкір, қазір ол кезеңнің барлығы артта қалды ғой. Осы кезге жету үшін талай-талай сынақтардан өттік. Айтайын дегенім, былтыр ғана мектепті бітірген қызым тұрмысқа шығып кетті. Ал мен оған әлі ерте екенін, отбасы болудың оңай еместігін айтып, алдымен өзіңді дамыт, оқуыңды бітір, тым болмаса дедім. Қызым енді ғана 1-ші курсты тамамдағалы отыр. Тұрмысқа шығамын деген жігітімен танысқанына көп уақыт болмаған. Алып ұшып тұрған жастық шақ жалын ғой, менің ақылымды құлағына ілгісі келмеді. Жігітті дұрыс танымайсың, ертең ойбай мама, бұл жігіт мен ойлағандай болмай шықты, мен басқаша өмірді елестетіп едім деп, көзіңнің жасын ағызып алдыма келіп тұрма, ойлан. Үйлену оңай болғанымен үй болу қиын. Сен әлі ондай отбасылық машақаттарға шыдауға дайын емессің. Мен сенің анаңмын ғой, өз баласын анадан артық білетін жан жоқ. Саған жақсы болғанын қалағанымдығымнан айтып отырмын деп, қанша ақылымды айтып отырсам да тыңдамады. Ақырында менің қарсылығыма қарамай, сол жігітпен қол ұстасып қашып кетті. Тұңғышымыз ғой, оның үстіне әлі жас, келін болуға дайын еместігін жақсы білемін. Жігіт үйленуге дайын болған шығар, өйткені ол қызымнан бақандай 8 жас үлкен, ал қызым небәрі 19-да. Тым болмаса бітіруші курсқа дейін жетсе деп едім. Әлі оң солын толық танып үлгермей жатып, тұрмысқа шығамын дегені арқама аяздай батқанымен, мен қызымды ұстап қала алмадым. Қашып кеткен соң қайтадан алып келуге намысымыз жібермеді. Әкесі де өзінің таңдауы енді өзінен көрсін, араласпаңдар деп тыйып тастады. Күйеу баламыздың туған анасы кішкентайында қайтыс болып, әкесі 2-ші рет үйленген екен. Яғни қызымның енесі өгей. Өз енесі келініне жылы қабақ танытуы қиын кезде, өгей енемен менің қызым қалай өмір сүрмек деп қатты қобалжыдым. Арада 2 ай өткен соң қызым жылап, етегі жасқа толып, еңіреп үйге келді. Кезінде ашуланып айтсам да қызымды сыртқа тебе алмадым. Сондықтан осы жағдай басқа қыздарға сабақ болса екен.